Сәлем, мен сізге бұл видеода қазыны қалай жасалу жолын көрсететін боламын. Үлкен кісінің көмегімен жасадым мен де, сондықтан сізде жақсылап қарап алыңыз. Негізі қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ өте оңай зат екен. Міндетті түрде қарап алып, сізде жасап көріңіз, қыздар. Әр қазақ қазыны сүйіп жейтіні анық, сондықтан міндетті түрде жасаңыздар. Ең алдымен соғым алған кезде, осылай еттерді жіліктеп отқан кезде, арнайы қазыға майлы, етті жерін осылай бөліп аласыздар. Егер де майлы қазыны жақсы көрсеңіздер, көбірек майын алсаңыздар болады. Біздің үйдегілер майды жемейді, сондықтан бізде барынша етті қыламыз. Майын дәмі кіру үшін саламыз, қыздар. Бірінші бөліп алған еттерімізді тұздап аламыз да, кейіннен үстіне чеснокты өткіземіз. Чеснокты осылай майдалап, турап немесе теркадан өткізіп те қоссаңыздар болады. Енді зірәні барынша қолмен езіп жібереміз. Сол кезде зірәнің әдемі дәмі шығады. Жақсылап араластырып 10 минут, 15 минут тұзсын кейінше қойсаңыз болады. Ол уақытта ішекті жақсылап жуып алыңыз. Сонымен ішектің бір шетін инемен жақсылап тігіп алып, шетін немесе жіппен байлап алып, ұзыннан тұрған еттердің барлығын бірінен кейін бірін жақсылап нығыздап тұра бересіздер. Кішкене 3-4 етті салғаннан кейін нығыздап тұруды ұмытпаңыздар. Осылай жасап тығып шығамыз. Өте оңай, қыздар, жасап көріңіздер міндетті түрде. Және де дайын болған қазыны 1-2 күн кептіріп морозилькте сақтай бересіздер, немесе қайнатқан кезде 2 сағат қайнатып, үстін тез қайнатып жей берсеңіз болады. Ас болсын.